Айыңды көлінің пайда болу мәселесін көріп тұрсыздар. Жалпы Шығыс Қазақстан мен Алматы облысының ұқсастығы осы тауларының биіктігі ғой, көрдіңіздер ғой. Тектоникалық жағдайға байланысты 1911 жылы қатты жер сілкінісі болған, 8,5 балға. Сол кезде мына таудың жартысы ағып түскен, көрдіңіздер ме? Үстіден ағып түсіп, міне осы жерге дейін жаңағы тау көтерілген. Тас көтерілген да, сонген біраз уақыт осы жерде көл пайда болып үлкейіп, одан кейін су асып түсіп, сонген көлдің қазіргі уақытта бір четвертинкасы ғана қалған, ал қалғаны қазіргі уақытта ағып жатыр. Бұл Қайыңды көлінің басы, аяғы негізі құры өзен болған кезінде. Көл осы жер сілкінісінің әсерінен пайда болған. Жер сілкінісінің әсерінен көрдіңіздер ғой, таудың біраз жері кезінде кетіп қалған. Бәрлеріңіз білесіздер, Шығыс Қазақстан облысы Қазақстанның асыл табиғатты жері. Сол себептен біздің облыс әкімінің бастамасымен Алматы облысының әкімі, Алматы қаласының әкімімен бірге келісім бойынша осындай үлкен делегацияны басқарып бізде келіп отырмыз. Басты мақсат біз үшін ол туристік саладағы туристік дестинацияларды және ерекше сақталатын, ерекше қорғалатын табиғат орындарында қалай туристік инфрақұрылымдарды құруға болатын бойынша семинар және тәжірибе алмасу болып отыр. Осы біздің делегациямыздың басты мақсаты. Енді біздің облыс әкімі бұл сұраққа ерекше назар аударып жатыр. Біздің естуіміз бойынша мына Алматы облысында осы қазір табиғи ұлттық парктардың тәжірибесі, бірталай тәжірибелері бар екен. Кешеден бері біз ұлттық парктың тәжірибесін қарап, концепциясын қарап, презентациясын қарап жатырмыз. Өте пайдалы, өте біз үшін мазмұнды презентация болды. Көріп алатын тәжірибе көп, әдіснамалары да біраз бар екен, дамыған. Бүгінгі заманауи туристің талабына сай келеді екен өздерінің концепциялары. Сол себептен біз бір жағынан осы ұлттық парктың, ұлттық табиғи парктың тәжірибесіне бір жағынан қуанып отырмыз, екінші жағынан көп алатын нәрселер бар екен біз үшін. Туризмнің тұжырымдамасы Алматы облысы мен біздің экология министрлігімен бірге жасалынған тұжырымдаманың ең негізгі мәні бұл мына көл жанында жаңағы капитальный строительство және де басқа да строительстволар болмауы. Туризмді дамыту үшін ең бірінші мәселе бұл жол мәселесі. Екінші нәрсе туристік келетін аймақты абаттандыру мәселесі. Үшінші мәселе сол келген туристік аймақта қауіпсіздік мәселесі. Ол деген сөз, қауіпсіздік мәселесі әрине, ол бірінші мобильдік жаңағы интернет жүйесі қосылу. Өйткені келген туристердің ағыны көп болған сайын ол мобильдік жүйе қосылатын болса бірін тауып ақпарат беруіне болады. Неге қауіпсіздік мәселесі шешіледі. Үшінші мәселе келген туристердің мен ойлаймын, даже үшінші ең бірінші мәселе бұл тазалық мәселесі. Келген туристердің табиғатқа деген көзқарасы өзге басқаша болу керек. Бұл табиғатқа келген кезде тек қана демалып, осы жерден қалай өзіңменен күл қоқысыңды алып кету. Тазалық мәселесі бұл әрине біздің бірінші мәселеміз болып табылады.